Украина тышқы ишлер назерлігі Закарпаття Мажарлары бірлігінің офисінің аселет атешке берілмесіні ве Ужгородта милитлер ара нефретінің доғыртуыны такбих еті. Бұны ЕО ТВ телеканалының назерлікнің спикері Марьяна Бетса білдіре. Оның сөзлеріне көре назерлікте бұл вақада Русия изі бар олғаныны тұшынелер. Офисті янгын бұге жету ташқан еді. Мукачева Ноқтанет нешірі қанун құройджы органларды кемен баларына әсасланып, бинанын 25 квадрат метрінің янгыныны білдіре. Янгындан евелесе бина янында патлав олған еді. Безперечно, рішуче засуджуємо такі ганебні провокації, напади. Бу кеби айып тариклерны, мили азыкларның биналарына уҗумларны катиен тагбых этемез. Бунын или нефрет ве милитлер аразидиетлерны докуртмак үчүн мили азлыклар мәселесенин вастаулара кулланылмасыны да тагбых этемез. Тышкы ишлер назерлеги эм тышта, эм Украинада да милитлер аразидиетлердин мейданга чыкмасына каршылык көстөрүп, мемлекет вазиятыны кергелештирмеге изин бермес.